Biz осы үшін күрестік. Біз қиналдық. Бізді алдап арбаған болатын. Біздің жерімізге қауіп төнгендіктен әрекет етуге тура келді. Біз отанымызды қорғау үшін бәріне төздік. Біздің балаларымыз еркін болу үшін қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Бұл күн біз үшін ұлы күнге айналды. 1990 жылы қазан айының 25 күні Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің шешімімен Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Сол сәттен бастап егеменді Қазақстан өзіндік көзқарасы бар жеке мемлекет ретінде таныла бастады. Қабылданған декларация Қазақстанның болашақ тәуелсіздігінің іргетасы саналды. Бұл декларацияның қабылдануымен егемендігін мәлім ететін жеке территория, азаматтығы, мемлекеттік өкіметтің дербестігі мен толықтылығы, мемлекеттік бюджеті, халықаралық қатынастардағы дербестігі, мемлекеттік рәміздері, елтаңба, ту, әнұран, сондай-ақ ұлттық валютасы бекітілді. Ұранды елдің ұрпағы қайсар. Бірлікпен татулық біздің басты құндылығымыз. Өз отанын жан тәнімен сүю адамшылықтың асқар шыңы.